Сәлем достар, сіздермен Әсия Төрегелді. Бұл видеода 8-ші сыныптың химия пәнінен сутек, оттек және озон бөлімі бойынша номер 3-ші БЖБ тапсырмасын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: зертханада сутекті алуға болатын реакция теңдеуін жазыңыз деген. Зертханада сутекті біз белсенді металға тұз қышқылын немесе күкірт қышқылын қосу арқылы аламыз. Бізде мына алғашқысында натрийға цинк хлор қосылған, бұл емес. Екіншіде магний орташа белсенді металл, оған қосамыз тұз қышқылын. Осы бізде дұрыс нұсқа, В нұсқасы дұрыс. Екінші, суретте зертханада сутек газын алып, оның химиялық қасиетін зерттеуге арналған қондырғы көрсетілген. Мырышпен сұйытылған тұз қышқылын әрекеттестіріп, сутек газын алады дейді. Суретте көрсетілген сутек газының физикалық қасиетін жазыңыз. Ол түссіз, иіссіз, дәмсіз, өте жеңіл, тығыздығы 0,09 грамм бөлінген литр, суда нашар ериді. Жиналған газ сутегі газы екендігін дәлелдеңіз. Бізде сутегіні алу үшін газ өтетін түтігі бар сынауға 2-3 түйір мырыш салып, үстіне сұйытылған тұз қышқылын немесе күкірт қышқылын құямыз. Сонда металл бетіне газ көпіршіктері көтеріледі. Сол сутек газы жиналған сынауқты жанып тұрған спирт шамына апарса, пах деген дыбыс шығады. Осы дыбыс арқылы біз сутек газы жиналғандығын білеміз. Егер дыбыс шықпаса, сутек газы жиналмаған болады. Келесі С бөлімі: H хлордан H2-ні аған, мына жердегі А затын табу керек, және H2-ге купрумын қосқанда В заты шыққан. Тізбектегі А затын анықтаңыз дейді. Бізде H хлор. H хлорда, яғни қышқыл қалдығы хлор болып тұр ғой, ол галогендерге жатады. Енді оны хлордан мықты галоген H хлордың құрамынан хлорды ғана шығара алады. Ол бізде фтор, яғни H хлорға қосамыз фторды. Сол кезде ол H хлордың құрамынан хлорды ығыстырып шығарады, фтор ығыстырып шығарады. Және бізде сутек газы бөлінеді. Так, реакция теңдеуін теңестіріп қойдым. H хлордың алдына 2 және H фтордың алдына 2 қойдым. Сонда реакция теңдеуі теңеседі. Енді H2 оға купрумоны қосу керек екен. В затын анықтап, реакция теңдеуін толық жазыңыз деген. Сонда H2-ге купрумоны қосамыз. Ол тең болады H2O плюс купрум шығады. Сондағы біздегі В заты ол купрум екен. Мына жерге купрум деп жазып қояйын. Д бөлімі: сутектің қолданылуына мысал келтіріңіз. Аммиак алуда, тыңайтқыштар алуда, пластмассалар алуда, және біз үшін ең маңыздысы тұз қышқылын алуда. Мұнай өнімдерін алуда. Үшінші тапсырма: суретте оттекті зертханада алуға және ауаны, суды ығыстырып жинауға арналған қондырғы көрсетілген. Міне осындай қондырғылар. Бұл қондырғы біздің кітабымызда да бар. Енді тапсырма бөлімінде суретте оттегі газын жинау барысында оның қандай физикалық қасиеттеріне негізделгендігін жазыңыз деген.
А суреті физикалық қасиетіне байланысты жазуымыз керек еді. Бұл жерде оттегі ауадан сәл ауыр болғандықтан жазып отыр, иә. Оттек ауадан сәл ауыр болғандықтан, яғни mR(O2) 32, ал mR ауа 29-ға тең. Оны ауаны ығыстыру арқылы жинаған. Келесі Б суретін айтайын. Б суретінде оттегінің суда нашар еруі, яғни физикалық қасиеті бұл жерде суда нашар еруі болып тұр. Оттектің сол бойынша суреттелген. Суда нашар ериді. Сол себеп суды ығыстыру арқылы оттекті жинаған. Бөліміз зертханада калий перманганатын айырып оттекті алудың реакция теңдеуін жазыңыз. Калий перманганатының формасы бізде калий марганец O4. Осыны ыдырату арқылы калий 2 марганец O4, бұл калий мангаты, қосу марганец O2 шығады, қосу O2 газы бөлінеді. Реакция теңдеуін теңестіру үшін калий марганец O4-тің алдына 2 коэффициент қоямыз, сонда реакция теңдеуіміз теңеседі. Үшінші тапсырманың С бөлімі металдарды дәнекерлеу барысында ацетилен газын қолданады. Ацетилен жанған кезде өте көп мөлшерде жылу және жарық бөлінеді. Ацетиленнің жану реакция теңдеуін жазып теңестіріңіз дейді. С2H2 ацетиленнің формасы, оны жағамыз. Бізде кез келген органикалық затты жаққан кезде CO2 газы және су бөлінеді. Реакция теңдеуін теңестіру үшін CO2-нің алдына 4 қоямыз, С2H2 ацетиленнің алдына 2 қоямыз, және H2O-ның алдына 2, оттектің алдына 5 қоямыз. Сонда реакция теңдеуі теңеседі. Төртінші тапсырма А бөлімі оттек және озонның қасиеттерін сәйкестендіріңіз. Қасиеттері және оттектің аллотропты түрі өзгерісі берілген. Оттек және озон. Біріншіде оттекті жазып өтейік. Ол тұрақтыға жатады. Аға мына жаққа белгілеміз. 1 жатады оған. 3 атомнан тұрады. Бізде озон 3 атомнан тұрады. Оны В-ға белгілеп кетейік 2-ні. Енді ультракүлгін сәулелерінің қорғайтын ол бізде озон. 2 мен 3 бізде В-ға кетті. Және фотосинтез нәтижесінде түзіледі. Бұл бізде оттектің қасиетіне жатады. 1 мен 4 А-ға кетті, 2 мен 3 В-ға кетті. Келесі, оттектің қолдануына мысал келтіріңіз. Ең бастысы бізде оттек тыныс алу үшін қажет. Тыныс алу медицинада, қопарылғыш заттар алуда, металдарды кесу үшін, әуе техникасында, және зымыран отыны ретінде. Бесінші тапсырма озон қабатының маңызын түсіндіріңіз. Ол жерден 25 км биіктікте жерді ультракүлгін сәулелерден қорғайды. Егер озон қабаты жұқарып, ультракүлгін сәулесі жерге жетсе, температура жоғарылап, мәңгілік мұздықтар еріп, жер бетін су басу мүмкін. Сонымен қоса, терінің қауіпті ісігі көбейеді. Достар, сонымен біздің видеомыз аяқталды. Менің каналыма жазылып, лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Қош сау болыңыз.